Бұл жерде мен Дихан Қамзабекұлының айтқан орынды ұсынысын атап өтіп, білім деген сөздің білім беруді де, білім алуды да қамтитын терең ұғым екенін ескеріп отырып, білім беру деген сөзді тек білім деген сөзбен алмастырған жеткілікті болатын естеріңізге салғым келеді. Келесі ұсынысым 30 бапқа тиесілі. Бұл бап қазіргі жобада 5 тармақтан тұрады. Оның алғашқы 4 тармағы еш өзгеріссіз айналымдағы конституция нормаларынан алынып отыр, ал 5-ші тармақ жаңа норма. 5-ші тармақтың қазақша мәтіні былай: рухани, жақша ішінде діни білім беру ұйымдарын қоспағанда, Қазақстан Республикасындағы ұйымдар мен мекемелерде білім және тәрбие беру жүйесі зайырлы сипатқа ие. Орысша мәтіні: система образования и воспитания в организациях и учреждениях в Республике Казахстан носит светский характер, за исключением духовных, скобки религиозных организаций образования. Бұл Конституцияның 1-ші бабының 1-ші тармағынан туындап отырған біздің зайырлы мемлекет екендігімізді айқындай түсетін норма. Осы норманы қолдасаңыздар, онда қоғамда әлсін-әлсін кездесіп қалатын кейбір қайшылықтар заңдық негізде өз шешімін табатыны анық. Сөзімнің соңында ұсыныстарымды тағы да саралап, қолдауларыңызды сұраймын.